тағы бір жыл тарихта өтіп кетті. Менің 21-ші көктемімде келіп жетті, бірақ бүгін тағы да жапалақтап қар жауып таң атты артынан. Күлімсірей күнде шықты шығып үйден, келемін көше бойлап, айналаға қараймын, қандай әсем табиғат. Адамдар өтіп жатыр, машиналар зуылдап, біраз қарап тамсана әрі жүрдім. Ақырында бесіме түседі, сағындырып өткен жағасы, ойнап топ тепкен сол балалық шақ. Сағындым туған өлке, туған жер, ауылымды қара төбе Ақтайсай мәңгі менің жадымда. Қазағымның есі шыққан дархан дала, мейлі аз естеліктер болсын дағы, ол да жарар. Уақыт өте оралармын өзіңе қайта, бастысы ұмытпаған ұлыңды халқым. Я бүгін қиын әрі ұзақ күн болды, ол күнім қалай өтті, басым түрлі ойға толды. Ертең тағы кезекті мүмкіндіктер ашылады, жаңа күн, жаңа іс, өмірімнің бір парағы. Я бүгін қиын әрі ұзақ күн болды, ол күнім қалай өтті, басым түрлі ойға толды. Ертең тағы кезекті мүмкіндіктер ашылады, жаңа күн, жаңа іс, өмірімнің бір парағы. Дегенмен өмір өтіп жатыр ағыммен, біздер болсақ есейдік, кеше ғана бала едік. Бүгін міне біріміз еңбек етіп үй болып, бірі отан қорғап борышын өтеуде. Ал менің өз жағдайым тіреліп тұр осында, жырларымды жазамын, атақ тақым болмасам да, кішкене болсын дағы тырысып жатырмын қазақтың өнеріне үлесімді қосуға. Бұл менің сүйікті ісім, қалам және парақ, өмірімнің көрінісі, менің тыңдарманым, еңбегімнің жемісі, және қолдаған адамдарға шексіз алғысым. Әлі алда алынбаған талай шыңым, әлі алда армандаған талай күнім, оған да жетерміз. Әзірше мен осындамын, көреріміз тағдырдың әрі қарай не жазғанын. Я бүгін қиын әрі ұзақ күн болды, ол күнім қалай өтті, басым түрлі ойға толды. Ертең тағы кезекті мүмкіндіктер ашылады, жаңа күн, жаңа іс, өмірімнің бір парағы. Я бүгін қиын әрі ұзақ күн болды, ол күнім қалай өтті, басым түрлі ойға толды. Ертең тағы кезекті мүмкіндіктер ашылады, жаңа күн, жаңа іс, өмірімнің бір парағы.